Рахмет. Саламатсыз ба? Күшті киініп апсыз. Прическаны өлтіріп жіберіпсіз. Әумин. Жеуге бола ма? Осы ғой гүлді адам құсап алып береді, қолыңа ұстап тұрмайсың, тастай саласың ше. Bir türlü енді ләж жоқтан, әкпе, Құдай қаласа. Ары қарай кеттік. Енді әйелдер жайлы біраз әйелдерді жек сұрын қылдым негізі. Ят болды ше, әйелдерді жерден алып жерге сап жатырмын. Ол кісілердің де еңбегі бар. Мысалға менің де қарындасым бар. Айжан есімді жалғыз қарындасым бар еді. Миллионерге тұрмысқа шығам деп армандап, болмаған соң семечка сатуға шығып кеткен. Өте ақылды қыз болатын. Бір күні сол қарындасым 10 жыл семечка сатып оққанда, бір-ақ күнде семечкасымен қоса алып қашып кетіпті. Қайдан білейін, жұмыстан келіп үйде жатқам, есік алға бір москвич келіп тоқтады. Бір уақытта сақалдар тізесіне түскен екі жігіт үйге кіріп келді. Террористер екен деп орнымнан атып тұрдым. Ассаламағалейкум деді. Не үшін деді. Қыздарыңыз бізде деді. Ақша жоқ қой, өлтіресіңдер деді. Сөйтіп сіз түсінбедіңіз. Бірге тумақ барда бірге тұрмақ жоқ. Тегін тапса тегін бер деген. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету деді. Сасқаннан қойай, ондай бақытты күндер қайда деп. Соны қойшы әйтеуір, мінеке қыздарыңыздың хатын оқысаңызшы деді, жазған хатын. Өлі бейшара қарындасым, не жазды екен деп хатты алып қарасам, бейшара қарындасым ештеңе жазбапты. Семечканы сүйретін салып, икс қылып сызып тастапты. Енді семечка сатпаймын дегені ғой, бейшара. Күйеуің топас болса сатасың әлі дедім ішімде. Сөйттім де қуанғаннан, ал құдаларға 100 грамм арақ құйындар деп ем, екі құда кекіріп, вибрация ұстап қатып қалды. Сөйтсе мен топас сақалдарына мән бермеппін ғой, намаз оқитындар болып шықты. Қой онда деп дастархан жайы жібердік енді. Варенье мен тоқашқа құдалар тойдырып отырмыз. Үйден ұялып отыр. Осы екі бөлмелі времянкада тұрамыз. Бір бөлмесі кухня, екінші бөлмесі туалет. Тамақ ішесің де кіре бересің деген сияқты. Осы қысылып ыңғайсызданып отырық. Әйтеуір жұрттар айтып атады ғой, қызымыз оқыған, шоқыған, пәлен жерде жұмыс істейді деп атады ғой. Мен не айтарымды білмеймін. Аузыма бір сөз келмейді, семечкадан басқа. Еще насыбай сататын ғой. Тұрдында айттым енді. Ал құдалар, естеріңде болсын, біздің қыз. В общем, біздің қыз ғой дедім енді. Олар да білеміз ғой деді. Білсеңдер қанша ақша әкелдіңдер? Тойыз қуаныштымын дедім. Сөйтіп 5000 теңге әкелдік құдеке, біз де қуаныштымыз дейді. 5000 теңге. Соғыс қырғын басталып кетті. Бірінші қырғын ба соғыс басталды. Бірінші әйелім шықты. Немене? Қызымыздың құны 5000 болып па? 5000 теңгеге 5 күн нан алып же дегендерің ба деп. Өзінің артынан 3000 теңгеге 3 күн пияз жегенбіз. Ұмытып қалған. Бір уақытта ағам шықты. Я, фа деп аузында бір ақтыс қой бейшараның, ақша жоқ салдырғанға. Осы фа бұлар ағылшынша түсінбейді, кет дедім. Сөйтіп аққанда балам кіріп келді. Өлі, соныкі жаман болды ше. Кіріп келді да, папа, Айжан әкпемнің бұрынғы күйеуі келіп тұр деп, өй, деп, әшейін баласын көруге келді деді ғой. Ағып өткесін. Тұрдында айттым енді, Айжан деген тағы да бір қарындасымыз бар еді, оның да атын ергіп Айжан қоя салғанбыз деді. Не деймін басқа? Сөйтіп да балам айттым, бар да айтып бар, Айжан Америкадағы фирмаға қолы қойға кеткен дей салғасын. Сөйтіп да құдаларға бір 1000 теңге қоссаңдаршы дедім. Сөйтіп құдалар айтады, ойбай құдеке біз 1000 теңгеге бір ай жұмыс істейміз дейді. Сөйтсек олардан біз бай болып шықтық, үйіміздің терезесі жоқ болса да. Сонымен қойшы әйтеуір артынан қуып бару мәселесіне келіп тірелдік. Үлкен ағамыз жіберейік десем, аузында бір ақтыс. Оған переводчик керек. Қарындасым өз еркімен келдің ба деп сұрау керек қой енді. Фа деп тұрғанда қарындасы асылып өледі ғой. Інімізді жіберейін десек, ол көшенің қояншығы. Аузынан дені дұрыс сөз шықпайды. Ол құдалар мен қытайларды ажыратамайды. Барғаннан бастайды, білем ғой, чотам, құдеке, бізге 1000 жылға қораға кірдің ба? Балаларым бізге 100 жыл греф таситын болды ма? Апшақтан кім танисың, Тыртық Макс бауырым деп тұрғанда. Құдалар асылып өледі ғой. Келіншегімді жіберейін десем, аздап ұрлайтыны бар. Қолының сығы бар. В общем, чипаш ғой. Дастарханнан түк қалдырмай ұрлап, қалталарын тонап, құдағидың көйлегін киіп келсе білем. Одан шығап, бір рет осындайға жібереміз деп барған үйден холодильник ұрлап қойған ғой. Сонымен баяғы бетсіз өзім қуып баратын болдым. Қалтама бір уыс мақорканы салдым да құдалармен бірге жолға шықтым. Құдалардың москвичімен жетіп алайық деп. Құдалардың москвичіне келіп отырдым. Шын айтам, ана москвичте отқанша, зонада отқан жақсы. Терезелер ашылмайды. Июньнің 23-і, түскі сағат 2 макс. Аспанда бір бұлт жоқ. Қасымда сақалды құдалар тоқтамай әңгіме айтып келе жатыр ғой. Еще москвич 4-5 бұзылып тұрғанда ішіне тауық асарған ғой деймін, артық терезеде бір тауық жұмыртқа басып отыр ғой. Бүйтіп 4 күнде жеттік. Есіктер ашылмайды, шофер жақтан түсеміз деді. Асығып түскеніміз соншалық, шофер соңында түсті. Тақтап кеткесін. Сөз алдында құдаға айттым. Құдеке, машинаның артындағы тауықты мына тауық көпіге кіргізе салайық деп, бұл біздің үй деді. Сасқаннан бәсе ішінде құдалар жүгіріп жүр ғой деді. Не деймін басқа?
қош келдіңіз, төрлетіңіз деді. Забордан кіргеннен би басталып кетті. Өле өзім түсінбей қалдым. Құдағилар қоршап алды. Еркек атаулының бәрі қазан ошақтың басында жүр. Все по 50-тан сырға таққан құдағилармен биді жібергенсің ғой. Билеп жатыр, машинада сіміп қалған иісі одеколон болып шығып жатыр. Қайта бас жүлдені ала бердім. Олар да бірінші орынға шақпақтыге берді, мен ала бердім. Қалтам спичкаға толды. Өртеніп кетейін деп жүрмін. Еще магнитофон, музыка деген әңгіме жоқ. Кішкентай балаға қызыл өрікті үйретіп қойған. Ана бала ұлып тұр, біз билеп жүрміз. Бір уақытта баланың тамағының тамырлары үзілді, музыка тоқтады. Үйге кірейік деді. Кірдім де сразу қарындасымды айттым. Қарындасым қайда деп едім, алдыма дедектетіп әкелді. Өз еркімен келдім де, тойыз келдің ба дедім. Аха деді, онда бақытты бол деп маңдайынан сүйдім. Мен көзімнен жас шығып кетті. Сонымен дастарханға төрлетіңіз деді. Төрлетейік. Дастарханға келіп жайғастық. Енді кедей жомарт деген бейшаралар дастархан жайнатып тастаған. Енді обалына не керек, құстың үстінен басқасының бәрі бар. Көзім астымен қарап отырмын ғой енді. Бірнеге жетіспейді бірақ. Ары қарап, бері қарап таппадым. Біраз уақыт өткен соң менің организміме бірдеңе жетіспей тұрғандай болды. Арақ жоқ екен, содан кейін түсіндім. Сөйттім де айттым, құдалар сендерге құдаға деген бір 100 грамм 100 грамм болмай ма деп едім. Ойбай атамаңыз, бұл семьяның бәрі тәуіп, арақ көрсе шетінен кекіре береді деді. Ойбай енді қайттым. Қасында бір құда бала отқан, мә дедім, ақша магазинге бар да арақ сатып ал. Сөйтті шәйнекке құйып алып кел, шай құсатып білдіртпей ішіп отырамын дедім. Құда бала молодец екен. Зу жүгірді, айтқанымдай арақты шәйнекке құйып әкеп берді. Ырза болдым ана құда балаға. Қалай ырза болмайсың? Арақты шәйнекке құйған, оны қайнатқан, заварка салып сүт қатып әкелген. Сүт қосылған араққа жуан тойып алдым. Өмірден түңіліп кеттім бірақ. Енемнен көрмеген қорлықты көрдім ау деп. Сөйтіп аққанда маған тос берді. Құдеке, тос кезек өзіңізде тілек айтсаңыз деді. Айтайын. Енді бір жаман әдетім бар, тілек айтқанда сәл мақтанып кететін. Еще ішіп оққан арағым анау, жібергесін ғой әңгімен. Ал құдалар, енді ойда жоқты болған қуаныш негізі. Жүрегім сезді бірақ. Кеше әкімшілікте кабинетінде отқанда хабар келетінін білдім. Секретаршамда кіріп шығып қоймады, министрді звондап мазамды ала берді. Өзім самолеттан түскелі көз ілген жоқпын деп әңгімен жібере салғансың ғой. Негізі Зеленый базарда адыраспан сатамын. Сонымен бір қырсық құда сұрақ қойды. Құдеке, сіздерде әкімшілікте Дүйсебаев Қасым деген жігіт жұмысты танисыз ба? Туған күйеу болам деді. Бітчіт болдым. Қайсы үсті адыраспан сасып жүретін ба деді ме? Не деймін басқа? Сұрақтар жауды бір кезде. Құдеке, жердің бағасы қанша болып жатыр деді. Бір жапырағы 300 теңгеден деді. Жерді жапырақтап сататын болған ба деді. Қазіргі заманда қойныңдағы әйелің ағаң болып шығу мүмкін. Сөйтті қой құдалар мен қайтайын дедім. Тұра тұрыңыз, құданың жабуын әкеңдер деді. Бір құдағи жүгіріп келіп қолыма пакет ұстады. Бұл не деп? Бұл сіздің костюм шалбарыңыз. Костюмын жуып шалбардың ауын тігіп алсаңыз әпәдемі деді. Киілген ба деп, қайнатам киген, жатқан жер жайлы болсын деді. Сонымен қалтамда көк тиын жоқ. Жаңағы костюм шалбарды таксиге беріп үйге жеттім. Енді ешқандай өкінбеймін. Неге десеңіздер, есесіне салт дәстүрден аттамай, қарындасты жоқтатпай, құда болып, төс қағысып қайтқан жоқпын бағайын. Құда болыңыздар. Рахмет.